Биыл жиған астығымыздың бәрі шіритін болды деп дал қаққан диқандар, енді ренжімеңіздер. Шын айту керек, көп нәрсе өзгермейтін сияқты. Осы тақырыпты сіздерге уәде еткендей, бүгін біздің мақсат хабарында көтердік. Жағдай қиын. Биыл мақтанып айттық қой. 22 миллион тонна біз рекорд жасап астық жинадық деп. Одан бірақ не пайда шіртіп алатын болсаң, сыртқа тасымалдай алмай. Ішкі нарықты қамтамасыз етуге бізге 4-5 миллион тонна астық та жетеді. Бірақ қалғанын барлығын не сақтайтын дұрыс қоймаң жоқ, вагон жоқ, вагон тапшы. қтж-дан келген өкіл айтып отыр, Қазақстан темір жолының меншігінде астық тасымалдайтын бірде-бір вагон жоқ, бізде ашық бәсекеге, ашық нарық деп жатыр. Бірақ кім енді десең, бұл жерде тағы да айналып келгенде бір монополист, астық транс компаниясы ойына келген бағаны қойып жатыр. Жылдың өз басында жабық вагондарды, мәселен, Өзбекстанға жөнелту үшін 850 мың теңге алатын болса, қазір 2 миллионның үстінде 3 есе қымбаттатқан. Ондай бағаға кім алады шетелде? Яғни барлығы шірейді деген сөз. Екіншіден квота мәселесі. Онсыз да біз сыртқа жөнелте алмай отырғанда шектеу қойып тастаған. Оны енді алып жатыр мысалы үшін. Бұл квотаның алдында да артында да үлкен адамдар тұр. Бұл жерде де миллиардтаған суммалар айналып жатқан. Кейбіреулер таңдаған компанияларына ғана беруі мүмкін. Бұл бір мәселе. Екінші, ауыл шаруашылығы өкілінен сұрадық, министрлігінен. Енді 22 миллион тонна астық жинап расында үлгердіңіздер ме деп. Бұл информацияны қайдан алып отырсыздар десем, бұлар да сол айналып келгенде әкімдіктен алады. Әкімдіктің статистикасы. Бір-біріміз алдап жүрміз. Үшінші мәселе. Биыл Ресей рекорд орнатты. 145 миллион тонна астық жинады. Оның 95-і бидай. Бұларда санкция жарияланған. Не істейді? Қазақстанның кейбір кәсіпкерлермен сөз байласып, заңсыз құжат дайындап, Қазақстанның астығы деп өзге елдерге де сатып жатуы мүмкін. Бұны фермерлердің өзі айтып отыр. Бұлай қарасақ, бұл кәдімгі экономикалық қылмыс. Енді президент өткенде айтып жатыр ғой, біз өнім өндіріп, ауыл шаруашылығын, Қазақстан экономикасын көтеретін драйверге айналдыруымыз керек деп. Ендеше біз шаруаларды, диқандарды қолдамасақ, бұның барлығы бекер деген сөз. Ашық бәсеке деп отыратын болсақ. Енді олар екті, маңдай тері, ертең олар қайда өткізем, қалай тасымалдайын деп ми ашмау керек қой. Әйтпесе бұлар ауыз күйгеннен кейін мүлдем бұдан кейін егін екпеуі мүмкін. Және үшінші мәселе, мен парламент мәжілісінің депутаттарына риза болдым бүгін эфирге келген. Ашық айтып отыр, сендер целый парламентсіңдер, штаб құрылды, бірден өзгеру ма, не істейін деп жатсыңдар десем, мақсаты ештеңе өзгермейді. Бұдан кейінгі сайлау, бұдан кейінгі парламентке жаңа депутаттар келеді, сол кезде өзгеріс болуы мүмкін дейді. Яғни қазіргі парламенттің қолынан ештеңе келмейтін өздері мойындау деген сөз ғой. Ең болмаса ақиқатын мойындаттық, бар жетістік сол. Көп нәрсе өзгермейді, осыны айтқым келді.